Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбе қосылған өте дәмді болып шығатын ватрушки булочкаларын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнаға жазылып алыңыз. Бисмиллах деп ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүт құйып, үстінен құрғақ ашытқы саламыз. Тұз және қант салып, тұз бен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып, бірінші беншіктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін ерітілген сармайымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымыздың екінші бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен бірінші қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай менің қамырыма кішкене ұн қажет болды. Үстіне кішкене ұн қосып, қолымның көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламын. Ұнды аз-аздан қосып отырып илеуге кеңес беремін. Өйткені біздің булочкамыздың қамыры жұмсақ болу керек. Мінекей, біздің қамырымыз дәл осындай жұмсақтықта болу керек. Енді осы дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін мешокпен жауып, жылы орамалмен жауып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жақсы көтерілді. 1 сағаттың көлемінде демалып тұрды. Енді қолымызды майлап алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Мінекей, қамырды мен осылай көз мөлшерімен бөлетін боламын. Өз қалауларыңыз бойынша өлшеп бөлсеңіздер де болады. Шамамен 80-90 граммнан бөліп шықтым. Енді осы бөліктерге бөліп алған қамырларымызды бірден листқа пергаментный бумага қойып, соның үстіне арасын ашық-ашық етіп қойып шығамыз. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды жақсылап жайғастырып алғаннан кейін үстіне мешок жауып 10-15 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Енді осы аралықта салмасын дайындап аламыз. Салмасына сүзбенің үстіне жұмыртқа, қаймақ және қантты салып жақсылап араластырамыз. Енді осы салманың үстіне салмамыз ағып кетпеу үшін 2 ас қасық кукурузник крахмал қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді осы аралықта біздің қамырымыз тынып тұрды. Бағанағыдан қарағанда қамырларымыз көтерілді. Енді оның үстін осындай стаканның көмегімен дәл видеода көрсетілгендей ортасын ашып алсаңыздар болады. Стаканның астын міндетті түрде майлап алыңыздар, сонда қамырға жабысып қалмайды. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, 2 қасықтан салмасын құйып шығамыз. Салмамызды салып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, булочкаларымыздың айналасына жағып шығамыз. Сонда біздің булочкаларымыз сап-сары, әп-әдемі болып піседі. Енді алдын ала 170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттың көлемінде пісіреміз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан да қарап бақылап отырып пісірсеңіздер болады. Мінекей, біздің ватрушка булочкаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі сап-сары болып шықты, жұмсақ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өйткені сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін.
Және де бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатын рецепттердің бірі. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астындағы комментарий бөліміне міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын.